Астанада 2012 жылдың желтоқсанынан бері қоқыс өңдейтін кешен жұмыс істеп тұр. Бүгінге дейін 200 мың тоннадан артық қатты қалдық сұрыпталып, қайта өңделуден өткен. Жалпы қала бойынша күнде 800 тоннаға жуық қоқыс шығарылады екен. Ал зауытты толық өндіріске шығару үшін 3 жылдай уақыт керек деседі. Завод у нас запустился. Алғашқыда өндіріске шығу үшін аз кем кедергілер болды. Ештеңе де бірден бола қоймайды. Дегенмен қаладан келетін барлық қоқысты сұрыптап, өңдеп жатырмыз. Қоқыс алдын ала сұрыпталмағандықтан арасында ірі қалдықтар да болады. Әйтсе де барлығын өңдеп, полигонға кететін қоқысты 3 есе жеңілдетіп жатырмыз деуге болады. Мамандар 2015 жылға таман қалдықтардың тек 30%-ын ғана полигонға жіберіп, қалғанын тұтастай өңдеп шығаруды көздеп отыр. Сұрыпталған қалдықтардан қағаз, экомақта, пластмасса, полиэтилен, пластика, қара және түсті металдар шығарылады. Қазір тұрғындар арасында қоқыс тастау әдебін қалыптастыру да қарастырылуда. За это время Қоқысқа қағазды бөлек, қатты заттарды бөлек тастап жүргенше, барлығын бірде лақтара салған оңай. Оның үстіне сұрыптап тастау үшін әр жәшіктің қасында бір адамнан бекітіп, әрқайсысын жеке-жеке алып кететін арнайы көлік болу керек. Зауытқа апарғанда да қабылдап алатын мүмкіндік керек. Бұл мәселелер шешімін таппайынша, жобаны жүзеге асыру қиын болады деп ойлаймын. Біз алдымен адамдардың санасын өзгертуіміз қажет. Мамандар 2015 жылға таман зауытқа биогаздалған қондырғы орнатуды жоспарлап отыр. Ол полигонға қоқыстың 30%-ын ғана жеткізуге мүмкіндік береді. Елорда қажеттілігін толық өтеп отырған кешен осылай жасыл экономикаға көшудің озық үлгісін көрсетпек.